Дәулет Бейсенбек қайтыс болды. Ол Жамбыл облысының Тараз тұрғыны. Атақты блогердің отбасы мен жақындарына әлеуметтанушылар көңіл айтты. Дәулет Бейсенбек болжам бойынша Жамбыл облысы жолында жол апатына ұшырады. Оның жары мен 2 кішкентай балалары бар. Және 15 наурызда қуанышымен бөлісті. Яғни жұбайы Замира 6 айлық нәрестеге жүкті. Дәулет Бейсенбекті қимаған әлеуметтанушылар мен желі қолданушылары жаны жанатта болсын, мен оның видеоларын үзбей қараймын. Өкінішті, әйеліне сабыр берсін, иманды болсын. Иманды болсын, Алла тағала берген сынағы шығар, жақсы адам еді. Жаны жанатта төрінде болсын. Жаны жанатта болсын, иманды болсын. Реанимацияда жатқан Дәулет аға болса жақсы болар еді. Әлі сен алмай тұрмын, как будто жақын адамыңнан айырылған сияқтымын деген жазбаларды қалдырды. Дәулет Бейсенбектің отбасы мен туған туыс жақындарына қайғыра көңіл айтамын.